Барлықтарыңызға сәлем, арнама қош келдіңіздер. Сіздермен төлеретін дәмі өте керемет болып шығатын творожный пирог рецептімен бөлісетін боламын. Осы рецептпен заказ қабылдасаңыздар да болады. Сіздерден бір сыр алған адам қайта-қайта сұрайтын болады. Видеоны көрмес бұрын міндетті түрде арнама тіркеліп алыңыздар. Алдағы уақытта көптеген рецепттер болады. Ең алдымен ыдысымызға өлшеніп алған ұнымыздың үстіне үй температурасындағы сары майымызды салып, жақсылап араластырып, уақтап алатын боламыз. Осы видеода көрсетілгендей етіп уақтап алғаннан кейін үстіне қант, ванильный сахар және де разрыхлитель салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Бір жұмыртқаны салып, жай ғана барлық жеріне жеткізіп араластырып аламыз. Қамыр елемейміз. Жай ғана осылай видеода көрсетілгендей етіп барлық жағына жеткізіп араластырып аламыз. Дайын болған массамыздың 4/3 бөлігін осылай формамызға салып, үстін осылай лопатаның көмегімен басып тығыздап аламыз. Дайын болғаннан кейін алып тұрып, ішіндегі начинкасын дайындайтын боламыз. Ішіндегі начинкасына творог, қант, 2 жұмыртқа, 2 ас қасықта қаймақ және де кез келген крахмал түрі болады. Қолдансаңыздар кукурузный немесе картофельный крахмалдарды пайдаланып, осылай барлығын араластырып, біркелкі массаға келтіріп аламыз. Дайын болған массамызды дайындап алған қамырымыздың үстіне барлығын құйып шығамыз. Қалған қамырымызды осылай араластырып, үстіңгі бөлігіне барлық жағына жеткізіп салып шығатын боламыз. Дайын болған пирогты алдын ала қызып тұрған пеште жарты сағат 40 минут көлемінде пісіріп аласыздар. Піскеннен кейін үстін өздеріңіз қалауыңызға қалай осылай әрлеп аласыздар. Мен мұнда сахарный пудра сеуіп шықтым. Сіздер де жасап қараңыздар.